Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Бүгін бикештерге 2022 жылға шілде айына таро расклад. Бірінші картамызды ашайық. Шестерка чаш. Полный чаш. Бұл младший аркан. Екінші тараптан ұсыныс түсуі мүмкін сізге. Бұл жұмыс жағынан болуы мүмкін. Жаңағы отбасын құруға предложение болуы мүмкін. Қыз бен жігіт болып дұрыс жетуге предложение түсуі мүмкін. Немесе үйге байланысты, мысалы документ болсын, мысалы үйге байланысты бір проблемаларды шешу үшін жүгіретін болсаңыз, жасайтын болсаңыз, осы уақытта жақсы результат береді. Келесі карта. Бізде влюбленные, старший аркан. Тағы да айтқым келеді, бұл бір махаббатқа толы, екінші жартыңызбен көбірек уақыт өткізетін ай дегім келеді. Партнермен жұмыс жасауға, мысалы бизнес партнер бірге жұмыс жасауға предлагать етіп жатса, жаңа бастама жасауға предлагать етіп жатса, өте жақсы уақыт бастауға, жасауға, жаңа возможностьтар, жаңа мүмкіндіктер ашылады. Және де бұл полный чаш жасаған жұмысыңыздың результатынан жақсы мүмкіндіктер, жақсы возможностьтар, көп нәрсені ұтасыз. Бұл айда берілген мүмкіндікті ұстап қалу керек сізге. Келесі карта бізде туз жезлов. Тағы да предложение түсіп тұр. Енді ол қандай сферада екенін білмеймін, бірақ та бұл жұмыс тарапынан болуы мүмкін, не болмаса жеке өміріңіз, личный отношение жағынан болуы мүмкін. Мысалы отбасын құрған болсаңыз, мысалы екінші жартыңызбен бірлесіп, жаңағы үйге байланысты мысалы мәселелерді, үйге байланысты бір мәселеден жаңалық күтіп жүрсеңіз, осы айда бір жақсы жаңалық келіп қуануыңыз мүмкін. Және де жаңа жұмысқа орналасуға жаңағы предложение түсуі мүмкін. Или жаңа жұмыста жаңағы орналасу үшін жауап күтіп жүрсеңіз, осы айда жақсы жаңалық күте беріңіз. Сізді жақсы жаңалығымен шілде айы қуантады. Бикештер, сіздер үшін өте благоприятный, өте жақсы ай шілде айы. Сондықтан мүмкіндікті, возможностьті жіберіп алмаңыз. Рахмет, сау болыңыздар.